Есек пен өгіз жайлы хикая. Қызым есіңде болсын, деп бастады хикаясын уәзір. Ілгеріде малы да жаны жеткілікті атақты бір дәулетті саудагер болыпты. Әйел бала шағасы да көп екен. Құдайдың құдіретімен әлгі саудагер қанатты құстардың, аяқты мақұлықтардың тілін біледі екен. Өзі бір қыстақта тұрады екен. Қорасында күнделікті жұмсайтын өгізі мен есегі бар еді. Бір күні өгіз бен есектің тұрған жеріне келеді. Есектің қылын тартса майы шығады. Айналасы да таза, сыпырып су себілген. Ақыры толған арпа бидай жас жоңышқа. Есек оған бас қоймай шіреніп жатыр. Мұның жұмысы жеңіл, қожайын анда-санда ғана жақын жердегі шаруаларына мініп түскені болмаса, көп қинамайды өзін. Сонымен саудагер есек пен өгіздің өзара сөйлесіп жатқанының үстінен шығады. Сенің көрген күнің рахат, жегенің арпа бидай, жас жоңышқа, сосын шіреніп жатпай қайтесің? Қожайынның сылап, сыйпайтыны да бар. Сенімен анда-санда шаһарға шығып қайтқаны болмаса, бітіріп жатқаның шамалы. Менің болса түрім мынау, ертеден қара кешке дейін мойын тұрықтан босамаймын. Қос айдап жер жыртам, дейді өгіз шағынып. Оған есек, менің ақылымды алсаң, айдайтын жерге барғанда мойын тұрықты кигізген сәтте жатып ал. Қанша сабаса да былқ етпе. Шыдамай бара жатсаң, тұр да қайтадан жат. Сөйтіп қос айдаушының әбден ығырын шығар. Осында қайтып әкеп байлағанда алдыңа салған жем шөптен нәр татпа. Бір ауруға шалдыққандай кесір-кесапат мінез таныт. Су құйса, оны да ішпе. Сөйтіп 3-4 күн жем жемей тұрсаң, дәнемен кетпейді. Біраз тынығып қаласың. Қожайын бұлардың барлығын тыңдап тұрады. Кешке жақын малай өгіздің алдына әкеп жем салады. Бірақ өгіз бір-екі қаужайды да содан кейін есектің айтқанын ақылының есіне түсіп қояды. Ертеңіне малай келсе өгіз ауырып қалған. Кеше жер жыртуға жарамай ілбіп зорға келіп еді, шынымен бір кеселге ұшыраған екен ғой деп мұңайып. Содан кейін қожайынға барып, тақсыр, өгіз бүгін жұмысқа жарайтын емес. Кешегі салған жем шөп сол күйі мұрты бұзылмай тұр. Шамасы ауырып қалса керек, дейді. Бұл аурудың қалай пайда болғанын білетін қожайын. Олай болса, қосқа есекті апарып, кешке дейін соқаға сал, өгіздің жұмысын сол істесін, дейді. Қас қарая күні бойы жер жыртып, әбден қалжыраған есек келгенде өгіз тұрып бүгінгі машақаттан құтқарған үшін оған рахмет айтады. Есек жауап қатпайды. Ақыл айтам деп өз басына бәле тілеп алғанына өкінеді. Ертеңіне малай тағы да есекпен кешке дейін жер жыртады. Есекең мойны қажалған мұрша біткен есеңгіреп зорға жетеді. Өгіз тағы да есекке ырзалығын айтып, мұны әбден мақтайды. Есек тұрып тып-тыныш жатқан жайынан басыма бәлені өз тілімнен таптым. Бірақ есіңде болсын, саған жаным ашып айтам. Бүгін қожайынның бір сөзін құлағым шалып қалды. Ол малайға, мына өгіз орнынан тұрмай жата берсе, еті арымай тұрғанда қасапшыға апар, сойып сатып жіберсін, деді. Бұл енді тықыр таянды деген сөз. Кейін маған ескертпеді деп ренжіп жүрме, бүгінгі бір естігенім осы, деді. Өгіз есектің бұл қамқорлығына рахмет айтты. Қой, мұным болмас, ертең жұмысқа шығайын, деді де алдына салынған жем шөпті түгін қалдырмай жеп, ақырдың ішін жалап шұқтап қойды. Қожайын бұлардың арасындағы әңгімені тағы естіп алды. Ертеңіне әйелмен екеу аулаға келді. Қосшы малай өгізді жетелеп алып шықты. Ауладағы есіне көзі түскен өгіз құйрығын аспанға шаншып бір-екі рет тарқ-тарқ жел жіберді. Ойнақтай жөнелді. Мұны көрген қожайын шек-сілесі қатқанша күлді. Соншама ішің жарылатындай не болды, деді әйелі. Қожайын, бұлардың барлық сырын өзім білем, бірақ оның құпиясын маған айтуға болмайды. Айтсам болды, о дүниеден бір ашқам, деді. Жоқ, сен маған өліп кетсең де бәрін айтасың. Мына күлкің тегін емес, деді әйелі. Болмай. Мені қинама. Ол құпияны ашсам, мүрдем кетем деп тұрған жоқпын ба? Сенің бүкіл күлкің тегін емес, мені мазақтаудан туып отыр, деді әйелі. Тұлданып, әбден қыр соңынан қалмай миын жеген соң қожайын тәуекелге бел буып,
ағайын туғандарын бала-шағасын сол махаллада тұратындарды түгел жиды, қазыға адам жіберді, куәлар шақыртты. Солардың көзінше мал мұрасын балаларына бөліп беріп болған істі баяндап ажалға мойын ұсынбақшы болды. Өйткені әйелін сұмдық жақсы көретін, оның үстіне бұл әйел немере ағасының қызы еді. Мынау құлыншақтай балаларының анасы. Шүкір, өзі де жарық дүниеде 120 жыл өмір кешіпті. Туыс жекжат жамағайын түгел жинаған соң, ал енді сендерден жасырмайын. Бір құпияны ашсам артынша өлемін, бақыл болыңдар деді. Жиналған ағайындары оның әйеліне: Құдай үшін шырағым, мынау қылғыңды қой, ел-жұрттан ұяттағы балаларының әкесі емес пе? Бүгін өліп кетсе, бұларға кім пана болады деді. Бәрібір айтқызбай қоймаймын, өлсе өмірем қапсын деді қасарысып әйелі. Ағайындарының бәрі жым-жырт үнсіз қалды. Бәрібір әйел алған бетінен қайтатын емес. Қожайын сыртқа шығып, дәретін алып қайтып келіп құпияны ашып, өлуге бел байлады. Саудагердің елу мекені, бір ата қоразы, бір арлан төбеті бар еді. Аулаға шықса, әлгі ит қоразға былай деп ұрсып жатыр екен: Сен қорқақтап неге мәз боласың? Біздің қожайын өлейін деп жатыр ғой. Не боп қапты деді қораз. Сол кезде әлгі төбет болған оқиғаның барлығын қоразға баяндайды. Құдай біледі, осы біздің қожайынымыздың ақылы шамалы адам. Көріп жүрсің, менің бір басымда 50 міскинем бар. Бірін аймалап, бірін алдап, бірін қорқытып өмір сүріп жатырмын. Біздің қожайын болса жалғыз қатынның жөнге сала алмайды. Анау тұт ағашының соқылдақ шыбықтары кесіп алып, әйелін шоланың ішіне кіргізіп, есінен танғанша өлесі ғып сабаса, аяғына жығылып, бұдан былай ол қатын аузын ашпас еді деді қораз. Қожайын ит пен қоразның арасындағы әңгімені тыңдап болғаннан кейін әйеліне істегенін мен де саған істеймін ау қызым деді уәзір Шахризадаға. Әйеліне не істепті сонда деді Шахризада. Уәзір сөзін аяқтай келіп, әлгі тұт ағашынан бірнеше шыбықты кесіп алады да шоланға апарып қояды. Сөйтіп әйелін алып шығып, бері жүр, мен барлық сырды саған шоланның ішінде кіргесін айтайын, сосын өлермін. Жұрттың көзінше өлгенше сол жерде өлгенім артық дейді. Әйел күйеуімен шоланға кіреді. Сол кезде қожайын шоланның есігін іштен іліп алады да басы көзі демей әйелді шықпырта жөнеледі. Әбден есінен танған әйел ақырында жаздым, жаңылдым деп жалбарына бастайды. Байының қолы басын сүйіп аяғына жығылады. Шоланнан шыққан соң жиналып отырған ағайындардың алдына әйел кешірім сұрайды. Жұрт қуанып батасын береді. Содан кейін барып қожайын әйелімен өлгенше тату-тәтті өмір кешкен екен. Әкесінің бұл айтқан әпсанасына еліккен қыз жоқ. Мен хайуанаттар тілін білетін саудагер де, онсыз таяқ жейтін оның әйелі де емеспін. Айтқаным айтқан, тілегімді беріңіз әке деді Шахризада. Амал жоқ, осыдан кейін уәзір қызын үлде мен бүлдеге орап Шахрияр патшаға алып кетті. Аттанарда Шахризада өзінің сіңлісі Дүниязадаға былай деп ақыл айтты: Мен барып патшаның ордасына кіргеннен кейін сені шақыртам. Төсек шаруасы біткеннен кейін сен кел дағы. Апа, мұнда түнде бізге ермек болсын, таң атқанша оқыған-тоқыған дүниеңнен бір әңгіме айтып берші. Алла аузыма не салды, содан бастап кетермін. Азаттығымыздың алды сол болады деді. Сонымен уәзір кәдімгідей Шахризаданың әкесі қызын патшаға алып келді. Бұларды көрген патша қуанып, менің аңсаған аруымды жеткізген екенсің ғой деді. Әлбәттә тақсыр деді уәзір қол қусырып. Шахрияр қыздың қолынан ұстай бергенде Шахризада ағыл-тегіл жылап қоя берді. Шырағым, саған не болды деді патша. Уа ұлы мәртебелі патшам, менің кішкене сіңлім бар еді, сонымен қоштаспай кетіппін деді Шахризада. Патша жалма-жан Дүниязадаға кісі жіберіп ордаға алдыртты. Апалы сіңлі екеуі құшақтасып мауқын басқанша қатар отырды. Содан кейін патша төсегіне барып Шахризада мен өзінің нәпсі шаруасын бітірді. Қайтып келіп бұлар өзара тілге келіп сөйлесе бастағанда Дүниязада: Айналайын, апажан,
алланың атымен ант етемін, мына түнді қысқарту үшін тым болмаса оқыған-тоқыған дүниеңнің бір хикая айта отыршы деді. Айтқанда қандай, тек маған әділет айнасындай ұлы мәртебелі патшам мәулет берсе болды ғой. Мына сөзді естігеннен кейін өзінің де ұйқысы қашып жүрген патша қуанып кетіп, кәне мен де тыңдайын, рұқсат деді.